Cebel radıyallahu anhu Bilal radıyallahu anhu'da el karagatının balası deb aytmadı. El karagatının balası deb. Şütübet Bilal radıyallahu anhu çıladı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Karar bana el karagatının balası degen bir çayışta söz özü negizinde misalda bizdeki de balama el tokanlı balası da koydu. Ha? Bırak el karagatının balası degende Bilal radıyallahu anhu çıladı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağılanıp çıktı. Ey Muaz dedi. Ey Muaz, sende nadanlıktın belgileri var ekan o ya deb baktı. Muaz edince bir gökülüp jılaşıverdi. Onlardaki imanды қараңызda. Sen kешегі надан болып имансыз болып жүрген уақытындағы әдетіңді әлі тастамақсың ғой деген сөзді айтқан уақытта Muaz бен Жабал ұяттан жылап жіберді. Sütüden жерге жатып алды, жерге өсіп жатып алды, Bilal dedi, қашан менің мына бетімді деп аяғымнан баспайынша маған тұру харам болсын dedi. Қараңыз. Bilal dedi, ол тұрды. Жоқ dedi, ана қара аяғымнан менің бетімді баспайынша мен тұрмаймын деп жатып алды да қараңыз да. Сол үшін олар бар ғой. Bütün dünyanı titretip durgan İran denen Persiya halkına, onlar bütün dünyanı ıslap durgan bilesizler, Persiya halkı. Solarını tişirtirişler, urunlarını tişirtirişlerler. Neden? Müslümanlar birbirine жақсы көргендігінен, birbirine mahabbeti болғандығынан, onlarga hiç kim teң берген жоқ. Onlarga hiç kim teң берген жоқ. Kadısıya soğusu. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu o kişi özünün askerleri bilen жүрген uaqtında başçı kim, қызметші kim екенін bilmeydi. Parislardan biri elçiler geldi de onların bir başçılarına bir söyleşeği deb kelip edi. Hiç başçını tabamaydı. Bärini görüp bitirdi. Bäri bir türlü. Hiç kim bir kazanday şerde kiyip algan emes. Hiç kim bir alak şapanda kiyip adamlardan bölüp oturgan жоқ. Söylep geldi de senlerin bir başçılarına söyleşmemiz gerek dedi. Şütübet Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu nemini жерде отырды. Әскермен жерде отырды. Өзіміз ойлаймыз. Takabbarlık biz aytıvatkan birinci vaazımızın başta aytımız. Takabbarlıkta Allah жақсы көрмейді. Sizlerдің de bir adamlarınızla bizдің Rustam söyleşpekşi еді деп еді. Arkamızda bir қараған bir sahabe çamasta жатыр еді. Perişi sen tur деп barып mınalarına söyleşip elçilerini dedi. Oradan sekirip тұрды, atına mindi de Bismillah dedi, tam ketті. O ешқандай мектепті бітірмеген, o ешқандай училище, o дипломатический мектепті бітірмеген onu. Бірақ олардың жүрегінде ешқандай университетін бере алмайтын білімді Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun жүрегіне екіп қойған. Barda atымен кеп отырды, атымен сарайға кеп отырды. Сөйтіп өтіп алдынан адам қаша деді. Sen ана патша келді, басшыларды шақырған, басшыларды кетіремін деді. Жүректі қараңыз да. Атымен тікелдер көреді, ана патшаның сарайына адамдар жабылып оны зорлап түсіріп алды. Найзасымен кеп жатыр. Ирандардың кілемі қазір де өте танымалы кілем білесіздер. Ана саудагерлер біледі Иранның кілемі қандай қымбат екенін. Бұл Иранның кілемі алдынан сондай қымбат кілемдер болады болған. Арыстанның терісінен, жолбарыстың терісінен, айдың терісінен болған кілемдер болады. Бұл сахаба найзасын алып жаңағы кілемге тыққанда көбірек тығып, жай жүріп, ананың шық тесіне шығарып бара берді. Жаңағы Рустамды алып, Рустам қарап тұрды да ананың түріне. Ана өздерінде еместе киімін бәрі
алға жұқа тұрды. Сен деді, солардың басшысы ма дегенде жоқ деді. Мен солардың бірімін деді. Едеді сендер деді соншалықты есіп кететіндей кімсіңдер өзді? Сен білмейсің ме сен бізді кім екенімізді? Біз Алланың жердегі құлымыз деді. Қалың. Біз Аллахтың жердегі құлымыз деді. Құл деп арада қараңыз. Қазір мен деп тақвамын деп жүрген бізге сен құлсыз деген соң күн төбеге шығып мүмкін бұзылып, бірі-бірі соқта жіберуі мүмкін. Құлдықты олар өте үлкен мәртебе деп санаған. Біз Аллахтың жердегі құлымыз деді. Біз адамдарға құлшылық қылудан Аллаға құлшылық қылуға шақырушымыз деді. Адамдарға құлшылық қылудан Аллаға құлшылық қылуға шақырушымыз деді. Күштілер әлсіздерді езіп атқан уақытында әлсіздердің ақысын әперушіміз деді. Саған шарт қоямыз деді. Егер біздің шартымызды қабылдайтын болсаң, біріншісі ол исламға келіңдер деді. Исламға келің, сен бәрі аман боласың, патшалығың да өзіңде қалады, басшылығың бәрі өзіңде қалады деді. Қарай, мұсылмандардың шартының ең бірінші нейді исламға шақыру бұл. Егер исламды қабылдайтын болса, сол мемлекет өз-өзімен қалады. Мына қазір бүтін дүниеде, газет, журналдарда, телевизорлерде мұсылмандар бұлар террорист, вахабист, қырады, атады, жояды. Бұлар дін жайында тастағанда білмейді бұлар. Жаңада шайтан лайының әскері болғаннан кейін бұл мұсылмандар мынандай, бұл мұсылман мынандай төрт сақаты қойып алғанын бірер көрсетеді, атып атқан, қырып атқанды көрсете береді. Тарихына ғана бірінші сен. Мұсылмандарды тар, мұсылмандар біреуді бекенемен өлтірген емес, қырған емес. Ешқашан мұсылмандар біреудің бір денесіне бір зиян жеткізген емес. İslam'da қабылдасаң бүтін барлық қалады. Егер İslam'ды қабылдамасаң деді. İslam'ды қабылдамасаң, бізге бойсынатын болсаң, жизия төлейсің болды да, жизияңды бересің. Яғни налогыңды бересің, біз сені қорғаймыз. Біз өзіміздің малымызды, жанымызды қорғағандай, бала-шағамызды қорғағандай, сені қорғаймыз деді, қараңыз. Үшіншісі деді, көмбесін оны соғысамыз деді. Сонда онда біз ойланып көрейік, бізге деді, 3 күн рұқсат бер деп еді. Бүгіннен кейін 2 күндерін қалды деді. Бүгіннен кейін 2 күндерін қалды деді. Сөйтіп кетті. Содан кейін ертесіне чәнек бұлар барды, таңым біреуін шақырды. Екіншісі бар. Деді, кешен адам қайда деді. Кешен адамдар неге келмеді деді. Бізді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әділдікпен үйреткен деді. Ол кеше әмір еді, бүгін мен әмірмін, бүгін менің келетін кезегім еді. Солай ма деді. Сөйтіп сөйлескен еді, алдыңғы кешегі айтқан жігіттей, ол да солай айтты. Онда бізге 3 күн бер деген еді, бүгіннен кейін 1 күнін қалды деді. Бүгіннен кейін 1 күнін қалды деді. Қараңыз, себебі олардың суарылынған бұлағы бір жері. Ондай бұл Құран пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі. Үшінші күні және біреу барды. Үшінші күнгі барған адам да бір сөзді айтты. Сонда Рустам қайран қалды да, Рустам ол кеткеннен кейін айтты. Мынау жанамайық арабтар бар ма деді. Мен отырған жерді алады бұлар деді. Үшеуі келді, үшеуі де бір мінез, үшеуі де бір сөз деді. Қарай, бізге ұқсатып мешітте бір сөз айтып, сыртқа шыққаннан кейін 2 сөз айтып, 2 адамның арасын ұрыстырып жүрмегенде олар руханау бәйнехум әшиддау алал куффар болған. Момындар бір-біріне өте мейірбан болған, дұшмандарға қатты болғандар олар. Мұсылмандардың дұшмандары да мұсылмандарға тән берген. Қазір кешен тән береді олар. Себебі мұсылмандар әдетте, мәдениетте ешкімнен кем болған емес. Бәлкім бәрінен артық
bolgan. Mo'min Müslümanlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de canımız kadar la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'sha kalimalarga shahar. Son vaqtda jurugi toza odamlar islomga kirdi. Ular işte baylari bo'ldi, kediylari bo'ldi, kuchlilar bo'ldi, ansizlar bo'ldi. Biroq ko'proq qullar bilan ansiz odamlar o'ta ko'p bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining suygan bandasiga iymon beradi qarang. Mana mal dunyo boylikda Allah subhanahu wa ta'ala o'zi qalagan bandasiga berib qo'yadi. U mushrikka da berib qo'yadi, kofirga da berib qo'yadi. Biroq bu iymon lazzatini chalg'izgani mo'min bandasiga o'zining suygan bandasiga berib qo'yadi.